Қазақ халқы ежелден ата-бабаны, бабадан қалған мұраны, ұлттық ұстаным мен салт-дәстүрді берік ұстаған халықтардың бірі. Бүгінгі күнге дейін асыл мұрасын сақтап, болашақ ұрпақтың санасына қиып жатыр. Әрине, бізге жеткен дәстүрлер толық көлемді емес, заманға сай бейнесін өзгерткені де бар. Бірақ мағынасы сақталған, мәні жоғалмаған. Қазақ халқы салт-дәстүрге аса ерекше мән берген. Бата беру, ұлттық ойындар арқылы балаларды тәрбиелеу, ер азаматтарды құрметтеу, осының барлығы салт-дәстүріміз. Бұрыннан келе жатқан салт-дәстүріміздің бірі бата беру. Біздің үйде атамыз өзі ғана бата беріп қоймай, немерелеріне де бата беріп үйретеді. Ата бата берін. Ағдайым ондасы мұхиметін қолдасын. Астарыңа адалдық, дендеріңе саулық, бастарыңа береке берсін. Оқуда ұзақ болыңыз, ұзақ өмір сүріңдер. Балапандар, бала кезімізде қанталақай деген ойынды көп ойнайтынбыз. Ол ойындар асықпен ойналады. Әрбір ойыншыда 5 асықтан болады. Ішінен ханы болады. Мынау хан. Енді бірінші ойынды мен бастаймын. Мына асықтардың бәрін жинаймын. Бұны шашамыз. Қанымыз көк болып жатыр екен. Енді сол қанды үлкен сұқ бармақпен атып алуымыз керек. Мен атып алдым, қан менде. Енді ары қарай чик-чикпен, көк-көкпен, тайқы-тайқымен, алшы-алшымен атылады. Мысалы, мен мына алшымен алшын аттым. Біреуін алам. Қозғалып кетті. Қозғалып кетсе, ойын бұзылады. Ойын бұзылды. Келесі ойыншыға өтеді. Бір Ақшолы жалпы орта білім беретін мектебі, Челленжді Тарбағатай жалпы орта білім беретін мектебіне жолдайды.